Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын керемет таңғы астың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін тамашалауды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар шұжық, яғни сосиска қажет болады. Оны сыртқы қабығынан тазартып, барлығын дайындап аламыз. Келесі лаваш керек болады. Лавашты да ортасынан кесіп дайындаймыз. Мен дүкен лавашын пайдаландым. Егер сіздер қаласаңыздар, қолдан пісіріп дайындасаңыздар болады. Менің каналымда лаваштың жасалу жолы көрсетілген видео бар. Міндетті түрде сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Лавашымызды дәл осылай сосисканың көлемімен бірдей етіп кесіп дайындаймыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы, оңай дайындалатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бізге сыр қажет болады. Сырды да алдын ала үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сонан соң кесіп қойған лаваштың ортасына сосисканы және үккіштен өткізілген сырды салып, тура видеодағыдай рулет тәріздес етіп орап дайындап аламыз. Бар жоғы осы 3 заттан керемет таңғы ас дайындаймыз. Барлығын орап дайындап алдық. Енді клярын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, тұз және қара бұрыш қажет болады. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қызып тұрған майға дайындап қойған лавашымызды клярға аунатып, екі беті қызарғанша майға қуырып аламыз. Беті қызарған кезде ала берсеңіздер болады, себебі ішіндегі заттардың барлығы толықтай піскен заттар, тек екі бетін қызартып алсақ болғаны. Өте дәмді, қолжетімді рецепт, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Лавашқа оралған сосиска деп атасақ та болады. Өте дәмді, тойымды, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.